Ауа райы біздің мемлекетке ұқсас дамыған елдерде астықтың өнімділігі 2,5 есе жоғары. Өйткені оларда жаңа технология қолданылады. Ал Қазақстандағы егін алқаптарының 93% жауын-шашын мөлшеріне тәуелді. Көп тұқымдардың тамыр ауруы да жиі кездеседі. Салдарынан егін сапасы көңіл көншітпейді. Сәкен Сейфуллин атындағы агротехникалық университеттің басқарма төрағасы Ақылбек Күрішбаев осылай дейді. Мәселені шешу үшін 3 жыл бұрын университет қабырғасында Калифорниялық университетпен бірлескен орталық ашылған. Онда фермерлерге шаруашылықта дәл егіншілік жүйесін қолдануды үйретеді. Бүгінде 800-ден астам фермер осы шаруашылық базасында оқып шыққан. Аймақтардағы 160-тай ауыл әкімі де дайындықтан өткен. Қазірдің өзінде Қостанай, Ақмола, Қарағанды және Солтүстік Қазақстан облыстарындағы 9 шаруашылық жаңа жүйемен егін өсіруде. Нәтижеде жаман емес. Былтыр Қарағанды облысы Асакаров ауданында 1 гектардан 50 центнер өнім алынды. Бұл өңірдің тарихында болмаған көрсеткіш дейді мамандар. Көптеген жаңа тұқымдар, жаңа сорттар ауру бізде. Өйткені тиісті шара қолданбайды. Соның арқасында мына аурудан кейін фузариоз, гельминтоз деген аурулар бар. Соның арқасында Қазақстанның астығының өнімділігі ең аз дегенде 30%-ға азайып тұр қазір. Ал енді бұлай экстремалды жылдар болады, аурулар тарайтатын жылдар. Ол кезде 70%-ға дейін азайып кетеді өнімділік. Міне осыдан бастап мәселенің бәрі туындайды. Неге бізде астықтың сапасы төмендеп бара жатыр жылдан жылға, неге өнім аздайды? Осы мәселенің бәрін қазір үйретуіміз керек фермерлерге, сонда олар түсінеді.